Барлығына сәлем, сіздермен мен Қасымхан. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай салмақ жинау керек, ол үшін қандай тағамдар ішу керек, бұжылу деген не, калория қалай санау керек. Осының барлығына түсініктеме беремін, осыларға жалпы ұғым беремін. Негізінде тренажерный залға барған кезде немесе интернеттегі ең алғашқы кеңістер олар не? Ол әрине жұмыртқа жеу керек, творог жеу керек және тағы басқа. Бірақ та бізге жалпы түсініктеме бермейді. Сондықтан мен сіздерге барлығын айтатын боламын. Бізде бұжылу деген бар. Белок, углевод, жир. Углевод деген не? Углевод дейтін ол бізде дәнді дақылдар болып саналады. Гречка, овсянка, күріш және тағы басқа. Бұлардың ең жақсысы бізде макарон, рис және овсянка болып саналады. Макарон себебі бұл тез дайындалады және дәмді. Ал рис болса бұл тез қорытылады. Ал овсянка болса бұл жақта клетчатка көп, шекке өте пайдалы. Углевод дейтін ол не? Ол энергия береді бізге. Негізі углеводты тренировканы алдында жеу керек. Сол кезде бізде тренировкада шаршамаймыз және энергиямыз көп болады. Екіншісі керек, ол бізге белоктар. Белок дейтін ол не? Ол мал өнімдері, жұмыртқа, тауық еті және сиыр еті. Жұмыртқасы салмақ жинау ол мүмкін емес деп айтсақ та болады. Бұл бастапқы тамақ болады белок деген. Белок тек қана мал өнімдерін емес, ол басқа да дәнді дақылдарда бар. Мысалы арахисті, фасольді және тағы басқа. Үшіншісі бізде көбісі ұмытып кететін, бірақ та өте пайдалы, ол клетчаткалар. Яғни көкөністер мен жемістер. Олардың ең пайдалысы бізде банан болып саналады. Себебі бананда калория өте көп және витаминдер де өте көп. Бұларды біз ұмытып келсек, бізде витамин жетіспеушілігі пайда болуы мүмкін. Және үшіншісі көбісі жемеуге тырысатын нәрсе бұл жирлар, майлар, яғни май негізінде пайдалы майлар жеу керек, яғни кокос, масло, хи, себебі бұл жерде лактоза жоқ және қарапайым күнбағыс майы. Осылардың барлығын өзінің балансында сақтап сіз тамақтанатын болсаңыз, сіз жақсы результатқа жетесіз, нәтижеге. Бұлардың барлығын есептеу үшін, бұжылуды санау үшін сіздерге Play Market'кен кез келген приложение көмектеседі. Сол приложениені жазып, сіз тамақтың атын жазасыз және сізге қанша калория бар, қанша бұжылу бар екенін көрсететін болады. Ал ендігі кезекте қалай салмақ жинау керек? Салмақ жинау үшін біз калорияны көбейтуіміз керек. Негізінде, егер мысалға айтатын болсақ, бойың 1,75, салмағың 55 болса, сен салмақ жинауың үшін кем дегенде 2700 калория жеуің керек. Және әрбір ай сайын сен калорияңды көбейтіп отыруың керек. Калорияны көбейту үшін біз барынша нанды, немесе тәтті нәрселерден аулақ болуымыз керек. Себебі бізге олар құр калорияны береді. Бізге барынша таза калория алуға тырысу керек. Таза калория дейтін, яғни осы углеводтар, еттер және клетчаткалар. Мысалға, сіз жеген етті аласыз, салмақ өлшейтінге қоясыз. Мысалға 187 грамм. Бұл шамамен айтқан кезде 300-400 калория болады. Немесе мысалға овсянканы аламыз, қоямыз. Бұл жерде 400 грамм. 400 грамм дейтін овсянканың 100 граммында бізде 352. Ал 400 грамм енді есептеңіздер, шамамен 1200 калория болады. Осылай әр тамақты сіз есептеп өзіңізге жазып отырасыз. Сөйтіп, сіз өзіңізге керекті калорияны жеу арқылы сіз міндетті түрде салмақ жинайсыз. Енді кезекте мен осы бүгін қандай тамақтар ішкенімді айтатын болайын. Мен таңғы асқа овсянка жедім сумен және қанттың орнына банан қолдандым, бір банан. Және 3 жұмыртқа жедім, помидормен бірге. Ал бізде түскі асқа бізде қарапайым макарон болды және плов. Бәріміз қолданып жүрген, міне. Плов және қарапайым макарондар. Әрине бүгін бітіп қалды. Ал енді бізде кешкі асқа белок болады. Бізде кешкі ас ол стейк. Себебі бұл жақта белок өте көп болғаннан бізге тренировкадан кейін белок өте көп қажет. Сіздерге пайдалы ақпарат бере алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Осындай қазақ тілінде фитнес туралы түсіндіретін баланы қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Көрісеміз деп ойлаймын. Сау болыңыздар.